Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні 9 сабақ. 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту тақырыбы. Балалар, бірінші тапсырманың асына қараймыз. Қосу мен азайтудың қалай орындалған түсіндір, қорытынды жаса дейді. 67-ден 67-ге 2-ні қосамыз. Балалар, 67 санын 60 қосылған 7 деп алсақ болады. Ал енді 60 қосу жақша ішінде 7 қосылған 2 тең. 7-ге 2-ні қоссақ 9 болады, 60-ға 9-ды қоссақ 69. Неліктен 7-ге 2-ні қостық? Балалар, бірлікке бірлікті қостық. Келесі 69 азайту 2. 69 санын 60 қосылған 9 деп алсақ болады. Ал енді 60 қосу жақша ішінде 9 азайту 2 деп аламыз. 9-дан 2-ні азайтсақ 7 қалады, 60-ға 7-ні қоссақ 67 қалады. Неліктен 9-дан 2-ні азайттық дейді. Балалар, бірліктен бірлікті азайттық. Сол үшін тапсырманың әсі қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар. 73 қосылған 6. 73 балалар, ол 70 пен 3-тің қосындысы, сондықтан 70 қосу жақша ішінде 3 қосылған 6 деп алсақ болады. 3-ке 6-ны қоссақ 9, 70-ке 9-ды қоссақ 79. 86 қосу 2. 86 ол 80 мен 6-ның қосындысы, сондықтан 80 қосу жақша ішінде 6 қосылған 2. Яғни бірлікке бірлігін қосып аламыз. 6-ға 2-ні қоссақ 8, 80-ге 8-ді қоссақ 88. 54 азайту 3. Мұнда да балалар бірлігінен бірлікті азайтамыз. Сонда 50 қосу жақша ішінде 4 азайту 3. 4-тен 3-ті азайтсақ 1 қалады, 50-ге 1-ді қоссақ 51 шығады. 26 азайту 5. 6-дан 5-ті азайтамыз. Сонда 1 қалады, 20-ға 1-ді қоссақ 21 шығады. Екінші тапсырма кестелерді толықтыр. Мұнда қосылғыш қосындының мәні, азайғыш азайтқыш айырманың мәні көрсетілген. Бос орындарға тиісті санды қоюымыз керек. Яғни 33-ке 6-ны қосып, қосындының мәнін табамыз. Ал мұнда бір қосылғыш белгілі, екіншісі белгісіз. Екіншісін анықтау үшін қосындының мәнінен қосылғыштың біреуін азайтамыз, сонда екіншісі шығады екен. Солай бос орындарды толтырамыз. 33 қосу 6, 39, 6 қосу 71, 77, 30 қосу 9, 39. Екінші кесте 65 азайту 3, 62, 87 азайту 5, 82, 89 азайту 82, айырманың мәні 7-ге тең екен. Үшінші тапсырма өрнектер құр. Үлгі А мен 2-нің айырмасына 7-ні қосу. А мен 2-нің айырмасына 7-ні қосу. Осы сияқты өрнектер құруымыз қажет. Асы С мен 5-тің қосындысынан 20-ны азайту. Яғни С мен 5-тің қосындысынан 20-ны азайтамыз. Әсі 70-тен 3 пен К-ның қосындысын азайту дейді. 70-тен 30 пен К-ның қосындысын азайтамыз. Осылай өрнек құрастырсақ болады. Төртінші тапсырма өрнектердің мәнін тап. Асы 78 азайту А, мұндағы А 6-ға, А 7-ге тең болғандағы мәнін табуымыз қажет. 78 азайту А. Бірінші Аның орнына 6-ны қоямыз. 78 азайту 6. Тең. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 8-ден 6-ны азайтсақ 2 қалады, 70-ге 2-ні қоссақ 72. Ал енді Аның орнына 70-ті қоямыз. 78 азайту 70. Мұнда балалар 10-тан 10-ды азайтамыз. 70-тен 70-ті азайтсақ 0 болады, сонда 8-дің өзі қалады. Әсі 23 қосылған А. Мұндағы А 5-ге және 6-ға тең екен. Ал енді Аның орнына 5-ті қояйық. 23 қосу 5. Бірлікке бірлікті қосамыз. 3-ге 5-ті қоссақ 8, 20-ға 8-ді қоссақ 28. 23 қосылған 6. 3-ке 6-ны қоссақ 9, 20-ға 9-ды қоссақ 29 болады. Бесінші тапсырма салыстыр. 27 мен 72-ні салыстырсақ 72 артық, 83 мен 88-ді салыстырсақ 83 артық. 53 дециметр мен 35 дециметрді салыстырсақ, әрине 53 дециметр артық. 46 килограмм мен 46 килограммды салыстырсақ, екеуі тең. 54 азайту 2, 52 қосу 3 өрнегін салыстырсақ, 54-тен 2-ні азайтсақ 52, 52-ге 3-ті қоссақ 55. Демек 52 қосу 3 өрнегі артық. 47-ден 40-ты алсақ 7, 46-дан 40-ты алсақ 6. Демек 47 азайту 40 өрнегі артық болып тұр екен. 6-шы тапсырма есепті шығар. Жансаяда 25 түрлі түсті қарындаш және 3 фломастер бар. Жансаяда барлығы қанша бояу құралдары бар дейді. Балалар, қысқаша жазбасын жазамыз. Қарындаш 25, фломастер 3. Барлығын табуымыз қажет. Шешуі 25 қосылған 3. Бірлікке бірлікті қосамыз. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 20-ға 8-ді қосатын болсақ 28. Жауабы жансаяда 28 бояу құралы бар. 7-ші тапсырма теңдіктер құр. Асы 27 мен 2-нің қосындысының мәні 29-ға тең дейді. Яғни 27 мен 2-нің қосындысының мәні 29-ға тең екен.
келесі әсі 70 саны 76-дан 6-ға кем, яғни 76 азайту 6 тең 70 деп жазсақ болады. 8-ші тапсырма, өрнектердің мәнін тап. 49 азайту 7. Балалар, бірліктен бірлікті азайтамыз, яғни 9-дан 7-ні азайтсақ 2 қалады, 40-қа 2-ні қоссақ 42. 91 қосылған 7. Бірлікке бірлікті қосамыз, 1-ге 7-ні қоссақ 8, 90-ға 8-ді қоссақ 98. 38 азайту 6. Бірліктен бірлікті азайтамыз, 8-ден 6-ны азайтсақ 2, 30-ға 2-ні қоссақ 32. 43 қосылған 5. 3-ге 5-ті қоссақ 8, 40-қа 8-ді қоссақ 48. 9-ші тапсырма, балалар бір-бірінен болашақта кім болғың келеді деп сұрады. Мағжан суретші, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келетіндерін айтты. Арман мен Мағжан дәрігер болмайтындарын айтты. Әр баланың болашақта қандай маман иесі болғысы келетінін кестеге белгіле дейді. Балалар, бізде балалар Мағжан, Гүлнұр, Арман және Алуа. Мамандықтар суретші, дәрігер, мұғалім, ұшқыш. Енді кім болашақта қай мамандық иесі болғысы келетінін анықтауымыз керек. Бізде Мағжан суретші, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келетіндігін айтты. Міне, Мағжан суретші, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келеді, ал Арман дәрігер болғысы келмейді, демек ол ұшқыш болады, ал Алуа дәрігер болғысы келеді. Осылай анықтасақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.